Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай раушан гүлін жасайтын боламыз. Үшін бізге жіп және крючок керек. Ең алдымен біз 44 көше тоқып аламыз. Енді 41, 42, 43, 44, мына 1, 2, 3. Мына жерде біз 4-ші көшеден орамды баған жасаймыз. Бір орамды баған және де тағы да тура сол көшеден ең алдымен тағы 2 көше тоқып алып, тағы тура сол көшеден орамды баған жасаймыз. Все осылай шықты. Енді тағы да 2 көше тоқимыз және астынан 2 көше қалдырамыз. 1, 2, үшіншісінен орамды орамды баған тоқимыз. 1 баған және 2 көше тоқимыз және екінші бағанды дәл сол көшеден тоқып шығамыз. Екі баған тоқимыз және міне 1, 2 көше қалдырып, үшіншісінен орамды баған тоқимыз. Біреу, екеу және орамды баған. Біреу, екеу және 1, 2 көшет қалдырып, келесіден орамды бағамыз. Біреу, екеу, біреу, екеу, 1, 2 көше қалдырамыз, үшінші көшеден орамды баған жасаймыз. Орамды бағанды 1 көшеден 2 рет жасаймыз.
және бізде дәл осылай шығу керек. Енді соны осы мына жердегі әрбір екі көше қалдырамыз. Екі орамды баған жасаймыз үшінші көшеге. Және орамды баған жасаған кезде де бір орамды бағаннан кейін екі көше тоқимыз. Және екінші орамды бағанды орнатамыз. Дәл осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Не енді біз дәл осылай тоқып болғаннан кейін үш жерден бітті қоя. Үш көше тоқимыз. Үш көше тоқимыз. Екі, үш. Жұмысымызды аударамыз. Бізде екі орамды бағанның ортасынан 5 орамды баған тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Яғни бізде бұл бесіншісі болды. Себебі мына жерде біз көтерілген кезде 3 көше тоқыдық қой. Сонымен қосқан кезде бұл бізде бір баған бойы есептеледі. Сонымен қосқан кезде бізде 5 орамды баған болды. Енді одан кейінгі бізде осындай екі көше тоққан болатынбыз. Соның ортасынан бекітеміз. Және келесі екі бағанның ортасынан тағы да орамды 5 баған тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Бір, екі, үш, төрт, бес. Енді келесі бізде осы дөңгелектің ішіне бекіту амалын жасаймыз. Ол кезде ешқандай орамсыз тек жұмыс жібін ғана алып шығарамыз. Тағы да келесі екі бағанның ортасына 5 баған тоқимыз. Бір орамды баған, екі орамды баған, үш орамды баған, және 4 және 5. Дәл осылай соңына дейін өзіміз тоқып шығамыз. Тоқып біттік. Енді біз ұзынырақ етіп қиып алып осылай арнайы тоқымаға арналған инемен орап шығамыз. Біткен кезде мына осылай біттік қой, мынандай жерде бітіп қайырылып тұр. Енді осыны теріс қаратып алып
шығамыз. Міне, гүліміз дайын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.